Al, klasaslar endi mınау dastarxanımızın alğaç dәм татыңдар. Мына күйеулер қайда? Келдер. Көрмеңдер мына жерде. Міне мына жақта да бізге қаратып, бәрін көрсетіп, кім келіп жатқанын. Ал сіз башын жасап. Мынау сіздер үшін мына шөлдеріңізді басып алсын деп әдейі жасалған дастархан. Одан кейін мына үлкен дастарханға отырамыз. Одан тойындарыңыз құтты болсын. Әмин деп алып қойыңыздар. Ничего не понял. Біз әлі кірген жоқпыз. Біз кірген жоқпыз. Ол артынан кіреміз. Біз келіп қыдырып жүрміз. Достар, құрметті ханымдарымызға бүгінгі тамаша күн, тамаша кеш Марфакөл ауданы Горный орта мектебінің 1980 жылы түлектерінің 45 жылдық мерейтойына қош келдіңіздер. Қазір ортада тамаша ағаларымызды, апайларымызды ортада тамаша әнмен, тамаша сәнмен ортаға қазылған боламыз. Бірер минуттан кейін шақыратын боламыз. Ал құрметті қонақтар, ортада бүгінгі кешіміздің басты кейіпкерлерін шақырып отырмыз. Сол себепті ортаға апайымның қолында алғашқы мектептегі қоңырау бар. Сол қоңыраумен ортаға Көбегенова Сәуле апайымыз ортаға шақырайық. Көбегенова Сәуле апайымызға қоңыраумен ортаға алдырайық. Апайымның қолында алғашқы мектебінің қоңырауы бар. Недеген тамаша көріміз қарастырайық. Ал сәлем қошемет тағылымызда. Ал келесі ортаға шығатын бізде қошемет құрметтерімізбен Ахмет Шамова, Ақмарал апайға келіп жатыр. Ай тамаша. Ары қарай бізде Бадиулов Қабылғаза. Қабылғазамыз қош келдіңіз ортаға. Ары қарай сіздермен қошемет құрмет болсын. Ортаға Байжансынова Майра апайымыз келіп жатыр. Естеріңіз құтты болсын. Келесі сыныптастарымыз ортада Жарасова Нұрсамила. Қош келдіңіз. Ары бізде осы мектепте екі Жарасова бар екен осы класста. Жарасова Гүлмара. Bizde özü ürü, özü bideri, Yusuf Şanatbek. Hoş geldiniz. Size de hoş geldiniz. Odanızın pastaslarımız İmanbayeva Zevre. Hoş geldiniz. Kutlu olsun önünde. Eşleriniz hala bize Karimov Kuatbek geleceğler. Bize hoşmetlerinizde Tabeşva Aybarşa. Hoşmetleriniziniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ay tamamsa. Arada bizde orada Musa
класстың күйеулары мен келіндері болған шақырайық. Күйеулар мен келіндерге шақырайық. Қош келдіңіздер. Көп рахмет. Енді барлығымыз бір фотоға түсіп алайық. Одан кейін бір тамаша әнге билей алатын боламыз. Одан кейін кешімізді ал ең бірінші сыныптастар күйеулар келді шақырыңыздар. Сыныптастар келіңіздер. Фотоға түсіп беретін болады. Келіңіздер. Енді күйеулар келді. Жақтарыңызды телефондарыңызды түсіріп алыңыз. Күйеулар келді. Haydi maşallah. Rahmet eylesin. Oğlumuzun oradan oraya da. Oradan alıp maşallah bir video olay. Al gelin. Oradan elinizde. Барлықтарыңызды дастархан басына жайғастырайық. Келіңіздер, төр сіздердікі, бүгінгі кеш сіздердікі. Төрлеріңіздер төрге шығыңыздар. Бағана айтып өткендей, бір батамен бастаған жөн көріп тұрмыз. Одан кейін дастарханға тағы бір бата алатын боламыз. Енді былай қарасақ, бата беретін үлкен ел ағасын жеткен екенсіздер, сол себепті бір батадан бастағанды жөн көріп тұрмыз. Енді 45 жылдықта, амандықта бүгін осы жердесіздер. Құдай қаласа, елу жылдықта сол амандықта болыңыздар деген бір ниетпен ақ батамен бастаған жөн көріп тұрмыз. Ал кім? Ал бисмиллахир-рахманир-рахим. Бата беру салтымыз. Бейбіт болсын халқымыз. Бала шаға аман болып,
өсе берсін даңқымыз. Асымызды адал ет, басымызды аман ет. Жанымызды жайлы ет. Өсіп жатқан ол қызды білімді білгір маман ет. Қонатын биік тоғыр бер, мағыналы ғұмыр бер. Арттыра бер бақ пен ырысты, тату қыл туған туысты. Ел іргесі аман болсын, бейбітшілік заман болсын, бақ береке бірге келсін. Әмин Аллах. Әмин айтқансыз. Міне тамаша бата. Көп рахмет енді. Ал сіздерге бір 2-3 минут уақыт берейік. Алдарыңыздағы сусыннан, салаттан дәм татыңыздар. Тілектер кезегін 2-3 минуттан кейін бастайтын боламыз. Ал, келіңіздер. Сыйбасын өзгіре беріңіз. Kızlar da koyun böyle. Kızlar da şimdi Just because you came from Hadi burası neresi? Anladım. Just give jump on. Ал, қош келдіңіздер. Тағы да енді тілектің алдында кухня жақтан приказ келді. Ыстық дайын дейді. Сол себепті қазір сіздерге ыстық күйді етті беріп тастайық. Одан кейін тілек кезектерін бастайтын боламыз. Ал ортамызда орындайық ашып болсақ, арнайы сіздер үшін дайындалған бүгінгі Самұрық ресторанының шеф-поварлары дайындаған ыстық асымызды қарсы алыңыздар. Ал тек қана сіздер үшін. Рахмет еді. Бағана кештің басына Қабылғазы ағамыз бата берген болатын. Енді рұқсат болса ыстық асымызға Ақбадан алған жөн көріп тұрмыз. Біз білесіздер, ыстық тамақты қазақ батамен жеген, сол себепті кім береді бізде батамызды? Бата жедел, біраздан ас қайыр ортасы бар, одан ең аяғында бата бар. Әлі неше 5-6 еркек бар, барлығын бір бата беріп шығасыздар, ойындамаңыздар. Аға келіңіз. Назмен бар? Кел, дастарханға бата. Саулық берсін, ешқандай аурусыз толдан аман болайық. Бала-шағамыз өсіп өніп, осындай тойларда 50 жылдық 60 жылдықтар тойлап отыра берейік. Әумин, қаз келсін. Ал астарыңыз дәмді болсын, сіздерге тағы да бір 2 минут уақыт берейік. Ыстық күйінде жеп алыңыздар. Қазақ ет жегеннен астарыңыз көтеріледі дейді. Қазақ ет жегеннен кейін көңіл-күйлеріңізді тексеріп боламыз. Құрметті тілектер, астарыңыз дәмді болсын. Рахмет. Бүгінгі Горный орта мектебінің 1980 жылғы түлектері бүгін 45 жылдық кештеріңіз құтты болсын деп бір қошемет деп айғайлап шулап кешіміз бастайық. Ай тамаша, бәрекелді. Бүгінгі тамаша кешімізді тамаша тілекпен бастайық. Енді ортаға билеп шығайық. Бүгінгі кеш сіздердікі, бүгінгі той сіздердікі. Ортаға бірінші тамаша тілекті бастап беретін Қабылғазы ағамыз Фарида және де Жанатбек и Нұрда келіңіздер. Бірінші тілек сіздерге бұйырып тұр екен. Ал ортаға билеп шығайық. Ал тілектер, қошемет, құрметтерін аямаңыздар. Ал кетті.
Абылғазы ағамның би өзгеріп па 45 жылда? Өзгеріп па, өзгермеп па? Әлі сол қалып ма? Көке, рахмет. Сол қалпы жүре беріңіздер, иә. Сол қалпыларыңызбен осы класстастарыңыз сіздерді жақсы көреді. Ал, қош келіңіздер, Ақтілек өздеріңіздер. Ассалаумағалейкум, құрметті класстастар. Енді өздеріңіз білесіздер ғой енді. Бұл 45 жылдық деген 45 күннің басында ғана ұрала салған жоқ. Ана январдан бастап құрып келе жатырмыз. 5 ресторанның басын қайырдық. Иә. Шарттан 5 рет шығып кетіп қайтадан кіргізді. Артық сөйлейсің деп. О да болды. Иә. Енді бұл оңай, бұл 45 жыл деген, ана 45-ші жылда немісті жеңгенмен бірдей болды. Рас айтам енді. Бұл 45 жылдақта не айтылмады десеңші. Енді соны мен айтайын деп отырғаным, мынау әрине өзімізде естідік сөзді, біреуге де естірттік. Бірақ та соның бәрі бүгін ұмытылатын болсын. Иә. Мен ұмыттым, сіздер ұмыттыңыздар ма? Иә. Артық айтып, біреуді ренжітіп қойған болсам, енді мінезім шаркестеу, соны артық айтып, біреуді ренжітіп қойған болсам, кешіріңіздер. Бірақ осы 45 күнді біз 45 жылдақта 45 жыл тостық. Осы күнгі ақырындап, аяңдап жеттік. Тәубә, бәрлеріне құт береке болсын. Мына 40 жылдықта біз жиналғанбыз. Бірақ ана пандемия болып кетіп, қала-қаланың бәрінде блок қойып тастады да, біз Марқакөлге шыға алмай қалғанбыз. Естеріңізде болса. Оның жанында бүгін міне 45 жылдықты тойлап жатырмыз енді. Елдердің бәрі 50 жылдықты тойлайды екен, 40 жылдықты тойлайды екен деп қарап отырмай енді 0-60-тап 45-те келіп кездесіп отырған жайымыз бар. Бірақ та енді бұлай ғой, 45-те кішкене болса да жаспыз ғой енді 50-ге қарағанда. Иә. Сол енді 50-де қандай болып кезігеміз, бір Құдайдың өзі біледі. Бірақ та мына 45-те кезігіп алғанымыз дұрыс болды деп ойлаймын енді. Ал енді өстіп, тойлап, ойнап жүре берейік, 50 жылдыққа дейін жетейік. Енді біз тағы да бір ой болды, ана жолдағы тағы бір жерде той болды, осындай кездесу. Сонда мен айттым, енді қитынға қайда қойыңдар, 50 жылдық дегенде бір чатқа шығамыз да, қалталарға 50 мың салыңдар да, бәлебай ресторанға келіңдер, болды. Елдің басын шірітпей шалдарлығай ақсақалдардың деп. Онда талай адамдар қолдады. Енді менің өзім ойым солай болсын да деп тілеймін. Солай болсын. Бөлінгенді бөрі жеп, бөлінбей бәріміз бірге сол бір жерде тойлап, бір дастарханда дәм татуға Алла тағала нәсіп етсін. 50 жылдықта кім бар, кім жоқ, оны бір Құдайдың өзі біледі. Бірақ та енді сол күнді тойлай, бәріміз бірге отырып тойлаймыз деп ойлаймын. Ал енді бүгінгі тойды енді бәрі, конечно, бәрлерің жақсы көңіл күймен келдіңіздер деп ойлаймын. Сондықтан келгісі келмегендер бағана ғана жүрген, келмей қалды. Мүмкін адасып жүрген шығар, ауылдың балалары. Енді қайда бір сайға кіріп алдық. Енді Алтайда қандай бір сай болып жүрді. Сол сайға кіріп алдық енді. Тоғайы бар, елкісі бар. Сол сияқты мүмкін солдан тоғайдан адасып табылмай жүрген шығар. Қарағаш. Енді не болса болсын, енді мен көп айтып, әдептен озбайын, уақытты созбайын. Ал енді тойларыңыз құтты береке болсын, дендеріңізге саулық тілеймін, бақ береке бірге жүрсін. Берекемізді қашырмайық, берекелі болайық. Ассалаумағалейкум, қандар мен мұрзалар. Ата уже екінші күн кемпірлі мен шалдар деп мейданында шыққан болуым керек. Бүгінгі енді мына 45 жылдықтарыңыз қайырлы құтты болсын. Бүгінгі арамызда келмей кеткен достарымыз өте көп.
өздеріңіз білесіздер, таңертең бардық, қатын бағыштадық бәріне. Енді осы күнімізге тәуба, осындай береке бірліктен айырмай арамызда жүре берсін. Жүре беріңіздер, барлықтарыңыз немерелеріңізді бағып, бұрынғы айғайлатып физика кабинетінде темірдің үстінен жүгіріп жүретін кезімізде енді қазір анаған сүйеніп, мынаған сүйеніп әрең жүрміз. Осымен енді 90-ға дейін барсақ па деген ой бар енді. Сіздер де келіңіздер, барлықтарыңыз бақытты болыңыздар. Енді мына бізге тағыдай болып мектепте кіргенде таудай күне шығарып жатқан ұстаздарымыз жоқ болып отыр. Ол кісілерге үлкен алғыс, осындай дәрежеге жеткізген, осындай білім берген ата-аналарымызға мыңда бір рахмет. Менің әкем айтады, 94 жаста. Бір күн барсам, бір күн бармай қалсам, әке деген сөзін сағындым ғой, қайда жүрсің? Барам, әңгімелеседі. Сонда айтады, 94 деген бір жас дейді, қырсық жас екен. Неге деймін ғой? Біресе дәрісін әкеп берсе жейсің, біресе жемейсің. Сол сияқты қырыстанбай қалған 50 жылдығымызды жаңа қалғаз айтып жатыр ғой. Барлығын дұрыстап өткізейік. Енді біз өте көп бітірдік, білесіздер, арамызда бір неме келіспеушілік болып қалды. Содан өстіп, жеке-жеке жасап жатқан жайымыз бар, білесіздер бәрін. Ондай қалғаз айтып тұр ғой, 50 жаста ешқайсыларыңыз жекеленбей келіңіздер, сөйтіп барлықтарыңызды шақырамыз, еліңіздер. Ана жақтан қашан, осы бір уақыт болғанда қашан деп құлақтарыңызды салып жүрсеңіздер, өздеріңіз де келесіздер. Ал енді мен сіздерге бір жазған бір нем бар еді жаңа. Дұрыс шыға ма шықпай өтпеймін, қалғанымды оқып берейін. Балалықтың бәз бақытын кешкенмін, өзіңменен бірге ойнап өскенмін. 10 жыл бірге оқысақ та достарым, қалған жылды сағынумен өткердім. Балалықтың араладық бағым біз, қилы тағдыр тұлғасымыз қазір біз. Құлын тайдай ойнақтаған құрбылар, жүрегімді жылғылайды сағыныш. Міне бүгін бас қостыма достарым, абыз болып өттік өмір жолдарын, ілім білім берген ұстаздарыма ілтипат қып иіп жүрем. Жоқ, өзім жазбайым, жотақ жүректен ілтипат қып шын жүректен бас идім. Қилы тағдыр жетелейді қиянға, ақбұлақтай ұшқан ыстық ұямнан, бір-бір төбе бата берген қарттарым абыз болып, біз де артынан келеміз. Рахмет. Ал енді, құрметті түлектер, я очень рада, за знакомство рада, көп кісілерді білмейді екенмін, рада за знакомство. Осындай тойдарым тойға ұласын, дастархан тек қана жақсылыққа жайылсын, осындай дружный болып, өздерің білесіңдер, біз ана жақта да болдық, енді мына жаққа да келдік деп. Сол енді действительно бөлінбеңдер. Сколько себя помню, біз Қалғаз екеуміз, Жанат, Нұрлан, бәріміз бір компанияда уже 20 жылдай жүрміз. Осы жолы бөлінген деген қызық болды маған. Но мен келін ретінде араласқан жоқпын, Қалғазға болысқан жоқпын. Шетінен естідім, конечно, ұрысты да естідім. Как говорится, төбелеске дейін жеткен жоқ. Но, тем не менее, я очень рада, мне қандай мықты встреча, 45 деген керемет қой. Как для меня, это для меня, как дауны пешком дегендей. Сол енді, самое главное, дендерің сау болсын. Бала шағадарының қызығын көріңіздер. Енді немере емес шөп-шөп көріңіздер. Сол енді тек қана жақсылыққа жайылсын, осылай дружный болып жүре беріңіздер. Бала сатқа шапса, әкесі тағамын қысып отыр еді. Сөйлегенде тегіліп кетті ғой, не деген ыстықсыздар айттың. Ал құрметті қауым, 80 жылғы түлектер,
бүгінгі жасап жатқан 45 жылдық тойларың құтты болсын, тойларың той қыласын. Енді келешекте 50 жылдықты жасап, осындай жасарып, әппақ киініп, осындай жап-жас болып отыра беріңдер. Бала шағаларыңның қызығын көріңдер. Барлық жақсылық біздерде бола берсін. Бақыт тілеймін сендерге. Көп рахмет сіздерге. Тамаша тілектеріңіз үшін де осы 45 жылдық түлектердің атынан сіздерге сый-сияпат қабыл алыңыздар. Келіңіздер. 45 жылдық кездесу деген таңбасы бар. Әрбір шай ішкенде осы кезді, осы кешті еске алып отырасыздар. Ал тамаша тілектен кейін ағаларымыздың тамаша әндері де бар екен. Ал келіңіздер. Баяқта бір қысылғанда әртіс жоқ ішімізде. Мен отыра берейін бе? Отыра қой. Рұқсат. Ана, сондағы қысылған кезде соқыр көзден жас шығады дейді ғой қазақ. Содан аяғынан әнші болып кеткен, соның қабылдасы бір немесін жақсы көріп қалып енді. Бірақ куплетін білмеймін, сөзін де білмеймін. Ақбақай деген қазақтың әні, соны ақырын ыңдап айтып берейін. Сіздер қатты кеткізіп құлақ жауып алыңыздар. Шаппай желге қыз қайда құдашадай сәулем ай көзі күлген ай дауысыңыз керемет екен. Дастархан басына жайғасыңыздар. Көп рахмет. Ал тамаша тілекті алып қойыңыздар, көтеріп қойыңыздар. Барлықтай қолмен көтеріп қойыңыздар. Алып қойыңыздар, көтеріп қойыңыздар. Көшіп отырған аналардың құрметіне, осы алып та, батыр да аналар бізге дүниеге әкеліп береді. Сол себептен төрде тұрған барлық аналардың құрметіне тамаша аналар деген әнді ортаға тартып етеміз. Ортада ерлан мұхтарыңызды қабыл алыңыздар. Ал кетті. Ортаға шығып бар сөйлесеңіздер де болады, келіңіздер. Қарға шапай құтты болсын. Шешімсің сағынады, жабықсың шағынады, алашым бір өзіңсің талабын арым. Алашым шалқыр күлсең, алдымда ұзақ жүрсең, жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамда ешқашан қартаймайды. Жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамда ешқашан қартаймайды. Өзің қосқан тұлпарыма алашым шақыр күлсең, алдымда ұзақ жүрсең, жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамда ешқашан қартаймайды. Жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды.
Ал рахмет. Кешімізді әрмен жалғастырайық енді және тамаша тілектен кейін тамаша әнін ортаға орындап берген ағамызға сыйлығымызды тартып етейікші. Қошемет соғып қойыңыздар. Бүгін кеште ешбір қонақ сыйлықсыз қайтпайды ардақтағайын. Барлықтарыңыз сыйлық аласыздар. Осы сыйлық алған қонақтың үйінде дүркіреген той болсын деген ниетпен енді кішігірім бір номинациядан бастайық ардақтағайын. Ең бірінші номинация бүгінгі кешімізге, бүгінгі өздеріңіздің тойларыңызға ең алыстан келген қонақ қай қонақ? Ең алыстан келген километраж бойынша санайықшы. Астанадан келдіңіз ба? Алматы ма, Талдықорған ба? Талдықорғаннан келген. Ең алыстан келген қонақ осы кісі ғой, мынау сізге қабылдаңыз. Ең алыстан келген қонақ мынау сізге. Ай, тамаша. Бүгінгі 45 жылдық тойға ең алыстан келген қонақ ретінде қабылдауымыз. Ал енді келесі сыйлық. Ал бүгінгі кешке ең жақыннан келген қонақ кім өзі? Ең жақыннан келген. Километраж бойынша. Бүгінгі осы ресторанға десек, осы ресторанға. Ау? Кішіті дейді. Пленка тұратыны жоқ па? Сіз ба? Кішті тұрасыз ба? Ең жақын мынау сізге. Ең жақыннан келген қонақ ретінде мынау сізге. Ал енді келесі номинация қазір мына жерде ер адам ба, әйел адам ба қазір таңдайтын болам. Барлығымыз телефонымызды көтерейік. Сол телефонда зарядный процент бар ғой. Ойбай 5% қалды зарядкаға қой, ойбай 2% қалды зарядкаға қой деген. Сол себепті сол зарядкасы ең көп қонақтан анықтайықшы. Ең зарядкасы көп кімде? Қанша? 96 дейді. 92. 96-дан жоғары бар ма? 96-дан сіздікі қанша болды жері? 63 ойбай сіздікі. 96-дан жоғары жоқ па? Жоқ па? 97, 98, 100 жоқ па? Апай сізді қанша екен? 75 дейді. Қандай? Кімдікі? 96 сіздікі ма? Апайымызға сыйлық берейік. Рахмет, сізді бетейік. Апай мынау сізге қабылдаңыз. Жоқ енді өтірік айтпайды ғой енді. 45 жылдық қой енді. Міне 96 болған не? 95%. 95-тен жоғары бар ма? Ал! Жоқ! Жоқ болса жоқ, мынау сізге. Рахмет. Енді ең азын анықтайықшы. Ең азы. Ол қызық енді басталады. Жәнегі процент ең азы кімде? Және апайым 75 деп айтқан. 60 қанша? 61. 41 төмен түсті. Тағыда. Назымбек қанша? 57 дейді. Одан төмен бар ма? 41. 41-ден төмен бар ма? 39 дейді. Тағыда төмен бар ма? 39-дан төмен. Телефонымыз әрәткада телефоным өшіп қалып деген есептелмейді. 39 ғой, ең төмен 39 болса, апайымызға берейік. Сіздер бір қошемет соғып қойыңыздар. Абай мынау сізге. Ең төмен. Рахмет. Рахмет. Ал енді бүгін кеште енді бұл номинацияны біз өзіміз ойлап тапқан болатынбыз. Өзінің енелерін жақсы көретін келіндер бар ма? Өзінің енелері 100% жақсы көретін келіндер. Енді барлықтарыңыз жақсы көресіздер ғой негізі, мына жерде отырған апайларымыз, барлықтарыңыз бір әулеттің келінісіздер. Барлықтарымыз қолымызды көтерейікші, өз енелерін 100% жақсы көретін келіндер. Қолдарымызды көтерейік. Барлықтарыңыз жақсы көресіздер ғой. Осы келіндердің арасында жоқ, ол тірі жарықтық болса да ол 100% жақсы көретін анықтаймыз. 100% жақсы көретін. Таты көсейбені жақсы көретін, осы келін, ағалар қарап отырыңыздар. 100% жақсы көретін келіндер отырыңдар, осы енелерін жақсы көретін соншалық. Кәдімде қатты жақсы көретін 100%. Мына біздің ұстап жүрген телефон бар ғой, мына біздің телефон. Соның главный экраны бар ғой, фоны. Сол главный экранның фоны енесінің фотосын қойып, қарап жүрген келіндер бар ма? Ондай жоқ па? Осы ойынды 5 жыл бұрын ойлап тапқанбыз, әлі тапқан жоқпыз ондай келін негізі ардақтар әйелдер. Бір тапсақ
өзім қалтамдан бір 5 теңге алып берейін деп ойлағанмын, ешкім таппадым. Былай тойға барсаң таппайсың ғой негізі қазір, иә. Рахмет, енді өз енелерін жақсы көретін бір келіндерге ағалар бір қошемет соғып қойыңыздар. Міне барлық келіндерге. Ал рахмет, енді бұлай жасаймыз. Қазір мына жерде тамаша сыйлықтар бар, тамаша бүгінгі кештің организаторлары алып қойған сыйлықтар бар. Кештің аяғында тамаша ойындар болады, тамаша билер болады, соған қатысып отырыңыздар. Ең аяғында бірінші орынға, құрметті қонақтар, тойдың аяғына беретін боламыз. Бірінші орынға стрелкадан двухкомнатный квартира беретін боламыз. С хозяином бір суткаға береміз, иә. Өздеріңіз шешесіздер. Ал енді тілектен тілекке жалғайық, құрметті қонақтар, келесі ақтілектің кезек ортаға шақырайық. Маған енді бірінші ақтілекте ағам тамаша өлеңін айтып берді. Енді ағарайсыздырын не көрсетеді кесті. Арқалық Назира Жайнарбек Зәуре деген тамаша қонақтарымыз. Ақтілек өздеріңізде осы ордаға билеп-билеп шығайық. Ал кеттік. Есіміңіз Арқалаға бір спокойный кісі негізі. Біз аға бір қазақ бірінші көргеннен білдейді ғой, сол себепті ағамның түріне қарасам бір вообще ұрыспайтын, үйінде спокойный, аға такси жоқ қой, жарайды автобуспен бара берейміз дейтін аға ғой ма? Кәдімгі тура сол секілді ғой. Сондай ма? Вот дәл өзі, молодец аға. Бейде спокойный, бейде тұра береді болды. Ал, қош келдіңіздер, Ақтілек өздеріңізде. Аллаға келіңіздер. Балалық шақты еске алып, егер жасты берік алып, бастарын қосып жатқандар өте құттықтаймыз. Құтты болсын, жастарыңа жас қосылып, денсаулықтар мықты болып, осы дәстүрді жалғастыра беріңдер. Сендерге жеріп, тойлай береді бірге жүріп. Sonra бір кішкене сыйым бар еді. Ана деген ардақты ғажайып шың бар. Басымызды төрге сүйрер ғажайып шың бар. Нәзік гүлді сыйлық етіп ұсынайын, барлығында зор құрметке лайықсыңдар. Соны қабыл алыңдар. Қара өлеңмен бәйбішені жыр сыйлаған, бірақ та жан емесен гүл сыйлаған, бір тал гүлді тұңғыш рет ұсынайын. Ешін риза болып жүрсін маған. Келіншегіңіз ба? Келіншегіңіз маған бірінші рет гүл алып тұрмын дейді. Бірінші рет дейді. Сонда 45 жылдық болмаса гүл алмай кете бересіз бе сонда? Бүгін 45 жылдықтың арқасында апайым гүл алып жатыр. Қошемет соғып қояйықшы. Азаматтар оқталақтандар, біз ойда болған жоқ, рақсты айтқан жоқ. Сендерге де бірде сыйланып көрген. Қыздар ғана ойлапсыздар. Барыңа рахмет, тәуба. Барлығын сұлусыңдар, қыздайсыңдар, біреуге астап, біреуге мұздайсыңдар. Тіс болса, буынсыздап тұрса дағы, бұлай күйгірар бұзбайсыңдар.
класстастарым, сендерді көргеніме өте қуаныштымын. Мынау расында да Жайнарбек маған бірінші рет гүл сыйлап тұр. Осы 45 жылдың арқасында, мына ұлдардың арқасында, мына Қабылғазы бастаған басқа класстастарымыздың бәріне көп рахмет, бәріне осындайды ұйымдастырып, мына балапанымыз бар, Сәуле, Күлзиға, өте белсенді біздің қыздарымызға көп рахмет айтамын. Осындай 45 жылдықты ұйымдастырып, міне гүл алып, өзімше қуанып тұрмын. Рас енді бұл рас, мен өтірік айтып қоймай, бірінші рет осылай болып тұр. Өте қуаныштымын, Жайнарға да, күйеуіме де өте ризамын. Барлықтарыңызға амандық, саулық тілеймін. Осы қалыптарыңыздан таймаңыздар. Осындай келесі 50 жылдықта да осылай көруге жазсын. Алла осыған нәсіп етсін. Көп рахмет. Ал енді Ақбұлақ ауылының түлектері мейрамдарыңызбен 45 жылдықтарыңыз құтты болсын. Аман сау жүре беріңіздер. Енді мен көп сөйлей алмаймын. Осындай береке бірлікте сендер мен өзі талай көріп те жүрмін, Айжанмен бірге жүргеннен кейін ұйымшылдықтар осындай ұйымшылдықтан жазбасын. Аман болыңыздар, 50 жылдықты тойлаңыздар, бала шағалардың қызықтарын көріңіздер. Ал құрметті менің класстастарым, мына 45 жылдығымыз ұзағынан болсын, құтты болсын, тек қана жақсылық болсын, береке бірлік болсын, бейіліміз тағылмасын, тек қана жақсылықта бас қосып жүре берейік. Енді мен сіздерге айтатыным 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 дейді. Сонда ол не деген? 9 деген ол 9 өмір дейді. 8 деген 8 сағат ұйқы екен. Ұйқымыз дұрыс болса, қате емеспіз. 7 деген соң 7 әлемнің 7 кереметі. 6 деген ол 6 шот. Мынау хат бар. 5 дегеніміз 5 қонақ үй бар ма 5 жұлдызды. 4 дегеніміз 4 бөлмелі пәтер. 3 дегеніміз 3 адал дос. 2 дегеніміз 2 паспорт. 1 дегеніміз 1 өмірлік серігін болсын. Яғни осындай болса біз бақыттымыз. Тойымыз той боласын. Тек қана жақсылықта бас қосуды нәсіп етсін Алла Тағала. Енді қазір bakın балалар. Мен балаларды қоймын. Бір ойын кішкене бар, Көп рахмет. Қошемет соғып қойыңыздар тамаша тілектер иесіне. Енді мына осы түлектердің атынан сіздерге сый-сияпат қабыл алыңыздар. Ұлдарымызға, мынау сізге, апай, мынау сізге көп рахмет. Апай дайындап жатыр. Апай келіңіз. Отыра беріңіздер. Келіңіздер. Бастарымызға жарасайық. Al mikrofonu veriniz. Al енді Гүлжанаттан бастаймыз. Гүлжанат оқиды, онан кейін оны табады. Ол кім екен? Иә. Сері жігіт, ақан сері. Осы жердегі сері жігіт, ақан серісіңіз. Ақан сері қайда, Қабылғазыға қайда мысалы. Осы жердегі сері жігіт кім олды? Жанатбек. Жанатбек дейді. Жанатбек емес дейді. Жоқ. Ол ең бірінші өзі Күшті билеген жігіт 78-де дейді. Кім? Қабылғазы. Қабылғазы ғой. Мен және апай интуициям айта салғым, Қабылғазы аға мен Ақан серімен салыстырып көрдім кәдімгі мен. Сөйтсем Қабылғазы ағам екен. Бүгінгі осы класстың сері жігіті дейді. Ағама қошеме соғып қойыңыздар. Сері жігіт дейді.
Қабылғазы аға оқи ма? Аха, iyi. Кім табасыздар ғой, жұмбақ секілді ғой. 19 махаббат туралы әңгіме айтқанда өз-өзінен қызарып ұялатын ол кім? Махаббат туралы әңгіме айтады ғой енді сыныпта отырғанда. Сол кезде өзінен өзі ұялып қызарып отыратын қай ол дейді. Кім? Оралбек ағамыз ба? Оралбек ағамыз жоқ, өзіңізге келеді. Жәнегінің жауабы аға, сіздің жауабы Оралбек ағамыз дейді. Ал Оралбек аға сіз оқыңыз. Мектепке дәрігер келіп укол салғанда қашып кетті еді. Мектепте дәрігер келіп укол салғанда қашып кеткен кім? Қуатбек ағамыз жоқ дейді. Ал, келесі. Ал, оқи беріңіз. Кластасымыз екеуміз демалыс күні мектепке келетінбіз. Не үшін? біз бір кластасымыз екеуміз мектепке келетінбіз. Жоқ. Не үшін? Не үшін? Кім біледі? Өзі біледі. Баға қосып үшін. Жоқ. Ағарай. Біз үшін ең қиын болған пән. Біз үшін ең қиын болған пән. Химия шығар? Жоқ. Біз сол үшін баратынбыз мектепке. Дене шынықтыру деске. Балаға неге баратынбыз үшін? Сызу үшін. Сызу үшін дейді. Алапына бай. Бағжамал апайдың сүйікті шәкірті, тақтаға мұғалімдерді қосқан кім? Шашы өрілген қалпында қидырған, ол кім? Өрілген қалпында қиған дей ма? Марат қитсаға де. Не деген жестоки. Кім қиды оны? Марат тастастарыңыз ба? Сіздің өрілген шашыңызды қиған. Ал апай өзіңіз. Сері жігіт оқып қойды, апай. Сыныбымыздың айнасы кім? Қарым-қас болған. Сыныбымыздың айнасы кім дейді? Нұрсағин апайымыз де. Апайым оқып қойғазыр, е? Ол орындағанда ұйып тыңдайтынбыз. Кім? Майра. Ол орындағанда ұйып тыңдайтынбыз дейді. Майра апайымызды қошемесі оқып қойыңыздар, е? Өлең айтатын беді? Домбыра тартатын беді? Тамаша. Ал. Өзі спортсмен, өзі биші. Спортсменка, комсомолка дейді. Зәуре апайымыз дұрыс па? Дұрыс. Спортсменка, комсомолка и... Ары қарай қалай? Жоқ, спортсменка, комсомолка и просто красавица деген сөз болатын. Ал, ары қарай. Кластың еркесі. Кластың еркесі дейді. Әреке! Жоқ, мына жерден алып. Кейінгі түсіп тұратын. Оны кейін ағылып ол дегені бұлдағады. Жанатбек ағамыз ба? Молодец. Ой, бәле кластың еркесі дейтін аксында, е. Жанатбек ағамыз. Кластың еркесі. Ал аға, оқи беріңіз. Индияның өлеңін майын тамыз айтатын кім? Қабылғазы! Индияның өлеңін майын тамызып айтатын апайымыз. Қарлығаш па, дұрыс па? Дұрыс. Ал, қабылғаныз, ал абай оқыңыз. Сабақты да бәр нәрсені тез-тез асып істейтін кім? Тыңдаңыздар. Сабақты да бір нәрсені тез-тез асып істейтін кім? Бәрін тез-тез асып. Қарым-қас емес пе? Тез-тез асығып істейтін кім дейді? Гүлбаран апайымызға сыйлық беріңіздер. Тағы да оқымаған кім қалды бізде?
оқымаған ана жақта қалды ма? Еліңізді. Ал апай оқыңыз. Студент кезінде газетке мақала жазып, кейін екі журналист келген кезде ұялып шықпай қойған. Айбарша апайымыз. Дайындалып жүрген ғой, сол кезде мақала жазып Айбарша апайымыз. Ала, Айбарша апай. Ал оқыңыз. Алматыда іздеген Айбарша шықпай қойды. Сен бар. Мен барысында өтірік айттым. Ал тыңдайын. Оның нағашы апасы біздің көршіміз болды. Кішкентай кезімізде екеуміз салас көріп жүк жинап ойнадық. Машина келіп ол ауылына кетіп қалды. Мен айналада жазғанымда сезімде болдым. Ол кім дейді? Натинамен ғой дейді. Иә, мен өзім жаздым. Нағашы апамыз көрші болды дейді, апасы. Иә. Оның ол бар кішкентай жүк жинап ойнап шықпай. Соңғы жақсы ойнап жүрді. Мен оған машина келіп қалды, ол басқа ауылға келіп қалды. Соңғы мен бір айналада бір қалқаласып қой. Әлсия! Жоқ, онда осы жерде болу. Осы жерде отырғандар. Ақмарал апайымыз екен, иә, оказывается. Тағы да кім? Сөйле апай. Кеш ұйымдастырып жиналысқа салынды. Вечер ұйымдастырған ғой. Одан кейін мұғалімдер бұл кісіні жиналысқа салды. Мектептен шығарыпса жасаған дейді. Ойбай. Сонда бұл апайымыздың жәнегі кеш ұйымдастырып жатқандар сіздер үшін ғой, көрдіңіздер ма? Сіздердің кешке билесін, көңіл көтерсіңдер. Сонда Үндемей томпен қана отырады, ұялсақ құлағына дейін қызарып кететін ол кім? Уже құлағы қызарып кетті ағамыздың, иә. Ал, аға оқыңыз. Ең көп кітап оқитын және төсекке шығып алып қарындасым қарлығашым өлеңін айтатын, концерт қоятын «Молния» газетіне шыққан ол кім? Сәуле апайымыз деп. «Молния» газетіне шыққан Сәуле апайымыз. Тамаша. Күшті. Ал, тағы да оқымаған кім бар бізде? Барлығымыз оқыдық па? Кім оқыды? Ол ой, не? Псевдонимі Медет. Псевдонимін ердеп, сыныптың қамсоқы ұйымсосы фотоға түсер кезде внимание деген кезде басқа жаққа қараған. Тамаша апайымыз. Осымен тамам, е? Ал енді, тек қана жақсылықта өстіп басымыз қосып жүре берейік. Береке бірлікте, заманымыздың түзу, аспанымыз ашық болсын. Яғни қазір заманның өзі қандай қиын, мына осыған тәуба деп, шүкір деп жүре берейік қалымыз. Апайымызға көп рахмет. Осындай тамаша ойын құрастырғанға қошемет сауық қойыңыздар. Ай, тамаша. Осындай ұйымшыл класс екенсіздер. Осындай сіздердің жолдарыңызды бізге берсін. Біз 15 жылдықтан қырылып әрен жиналған өзге. Осындай сіздердің жолдарың бізге берсін деген әмінді қойыңыздар. Ал тамаша тілекті алып қойыңыздар, көтеріп қойыңыздар, құрметті тілектер. Алып отырыңыздар, көтеріп отырыңыздар. Асықпаңыздар, бүгін кеш сіздердікі, уақыт сіздерге жұмыс істеп жатыр.
қойыңыздар, көтеріп қойыңыздар. Ал көп рахмет. Назар ортаға болса, құрметті қонақтар. Ортада Айбарша апайымыз қайда? Айбарша апай төрде тұрған. Осы апайымыздың атынан тамаша Өскемен қаласының ұмыралған биші қарындастарымыз киіп отыр екен. Апайымыздың атынан қабыл алыңыздар. Ортада Айкерім би тобы. Қабыл алыңыздар. Айбарша апайымыздың атынан қабыл алыңыздар. Сіздер А классыздар ма негізі? Б классыздар ма? В классыздарсың? Вагон деген. В класстарының барлық ұлдарын жәнегі күйеу баламызға шақырайыншы, бір тамаша көрініс болсын. Барлық ағаларымызға ортаға шақырайық, келіңіздер. Барлық ағаларымыз ортаға шақырайық. Кезінде қазақ той жасаған кезде тойда өгіз көтерткен білесіздер, қой көтерткен. Енді қазір 21 ғасыр заманауи той, қазір барлығы өзгерген. Енді мынандай бір күш құралы есептейтін бір зат бар. Бұны жәнегі ешқандай қиындықсыздан стартты басасыздар да, басып берем. Мысалы, қысасыздар бір қолмен бүйтіп. Мысалы, мен өзім қысып көрсетейін сіздерге, мынау қанша килограмм қол қысқанын көрсететін болады. Ана кезінде Майк Тайсон удар соқты ғой, сол кезде удары қанша? 1 тонна болатын. Сол секілді қазір сіздердің күштерін есептейтін боламыз. Енді бұрын кім атаман болған айтпай қояйық. Қазір осы жерде кімнің күші тасып тұр екен, соны есептейік. Бір кішкене өзгеріс болсын, кішкене разнообразие болсын деп. Мен мысалы қараңыздар, ешқандай қол тіремейсіздер, екі қолмен баспайсыздар, қазір нөлді көрсетіп тұр. Мен мысалы қысам қазір бүйтіп қатты қысасыздар, ойбайды қысасыздар. Мен 42-де 7 килограмм қыстым, мысалы 42-де 7. Енді сіздер менен асып сөзсіздер деп ойлаймын. Енді аға келіңіз, былай ұстаңыз, оң қол солақай өзіңіз білесіздер, астапты басасыздар. Ал ағамның есімі
Жайдарбек ағайы. Ал, 1, 2, 3 сіздерде бір қошемет болсын иә. Поддержка болсын. Ай, молодец ағам. 41-де 1 килограмм басты. Тамаша. Ал аға, келіңіз. Астапты басталыңыз. Жанатбек ағамыз, е? Ал, 1, 2, 3. Ой, сындыра беріңіз аға, түгіл қиды. Қатты қысыңыз, е? Бұл не өзі қатты қысқан есептеп береді. Мәссаған, 56-да 7 дейді. Тамаша, е? Ал аға, келіңіз. Стартты башы келейік. Қайдадан басуға болады, е? Кейде қол тайып кетеді. Ал, 1, 2, 3, қатты қысыңыз. Қатты қысыңыз. 39 дейді. Қайдан көресіз ба? Жетпеді ме? Ақырын қысыңыздар қатты қысып, давление көтеріп, скорый шақыру жүрмек кәдімгідей. Ал қабылғазара. Бізді рекорд 56-да 1, е? Ағамыз, Жанатбек ағамыз. Ал, 1, 2, 3. Ага. 46-да 3 дейді, е? Ал, Оралбек аға, келіңіз. Ал, 1, 2, 3 кеттік ал. Қанша? Қайда кімдерде 33-ті 3 дейді. Ал, Назымбек аға. Ал, 1, 2, 3. Назымбек аға рекорд секілді кәдімгі дейді. 53-те 1, чүт-чүт жетпей қалды Назымбек ағамыз. Енді бүгінгі рекордта Жанатбек ағамызға қошемет соғып қойыңыз. Жанатбек ағамызға сыйлығын берейік, маған сыйлықтар етіп қалды. Жәке бағана сізге андай қырнатын бердім ғой, е? Станогын берейін ба десің, е? Крем бердім ғой, е? До бритья, но после бритья. До бритья, бағана после бритья болған. Рахмет, ағаларымызға қошемет соғып қойыңыз. Астарым жайғаса келіңіздер. Ай, тамаша, көп рахмет, бір тамаша тілектің ең қазір үзіске шығатын боламыз, билейтін боламыз, шәйшетін боламыз енді ортаға. Енді Айбарша апайымыз ары қарай Ақмарал апайымыз екеуіне беріп тұр екен. Айбарша апай, сіздерге микрофон апарып бере салайын сіздерге. Микрофон апарып бере салайын, одан Ақмарал апайымыз Ақтөбеде жалғастыратын болады де. Ал. Не кездеспегенде 45 жыл болған екен, соны тойлап отырмыз енді. Бұл күнге жеткен де бар, жетпеген де бар. Бәріңізге денеріңізге саулық тілеймін. Алла-шағаларыңызға қызығын көріп, денеріңіз сау болып, осы өмірде үнемі жақсылыққа жете беріңіздер. Осы жол енді осы 45 жылды өткізерде бірталай балаларымыз белсенді болып, не Қабылғазы, бірінші ретте оның еміне кім? Гүлзиға, Балапан деген мұқым менің бәрін аралап түгел еткен осы қыз. Сәуірі бар міне, қалам қасып бар. Осылардың бәрі атсалысып, енді жалпы барлықтарыңыз атсалыстыңыздар енді. Бұл енді үлкен бір жетістік болды, жақсылық болды енді. Бір қақпар айтып берейін Мұхағали Мақатаев атамыздың бір өз-өзіңді жақсы көр деген бір өлеңін айтып берейін, оқып берейін дегенді. Мейлі біреу сені дұшпан санасын, мейлі біреу жаман көзбен қарасын, сен оларға жақсы көзбен қарайсау, сонда олардан жоғарырақ боласың. Бұл өмірде неше түрлі адамдар, сен туралы білмей жатып жамандар. Мына сені жек көреді біліп қой, өзін жақсы көре алмайтын адамдар. Сол үшін де өз-өзіңді жақсы көр, алдарыңнан шықсын десең жақсы жол, жақсы жанды жолықтырғың келсеңдер, ең алдымен өзің сондай жақсы бол. Мейірім мен шуақ шашы маңайға, көмегіңді көрсетеді талайға.
Мың арманнан аттап өту керексің, бір арманға жету үшін қалайда. Алдарыңнан шықса дағы қандайсың, қыран болсаң сыннан биік самғайсың. Кешіре сал, біреу сені ренжітсе, кешіргеннен кішірейіп қалмайсың. Сөзімді қалды. Енді екінші өлең айтып берейік, сарайын жауапбайсыздар. Бұл әйелдерге арналған, сіздерге ауыл қыздар сіздерге арналады. Мұқағали Мақатаевтың әйелдер деген өлең оқып берейін. Әйелдер ай, қандайсың, әдемі болып кетіпсің ғой әрқайсың. Біреу жеріп тұрса дағы қалмайсың, біреу сүйіп тұрса дағы бармайсың. Әйелдер ай, қандайсың. Әйелдер ай, қулар ай, жанарлардың жауын алып тұрған ай, біле тұра бүйректерің бүлкетіп, кетесіңдер тыңдай тұра тыңдамай. Әйелдер ай, қулар ай. Әйелдерді еркектерден көптейді, ойбай, бола берсін көп мейлі. Әйел деген әдемі ғой әдемі, әдемілік бізге көптік етпейді. Құрметті аяулы класстастарым, бүгінгі міне 45 жылдық тойымызды жасап отырмыз. Еліміз сау, отбасымыз амандық берсін, береке бірлік. Осындай қызықты күндеріміз бола берсін. Немере шөбере көріп, қызықтан айырмасын. Сіздерге тамаша тілектен кейін осы сыныптың атынан сый-сияпаттарды Ақмарал апайымыз сізге қабылдаңыз. Айбараш апайымыз сізге қабылдаңыз. Тамаша тілегіңіз үшін, тамаша өлең шумақтарыңыз үшін көп рахмет. Алып қойыңыздар, көтеріп қойыңыздар, құрметті қонақтар, құрметті түлектер. Қайда тамаша тілектен кейін тамаша әннің кезегіне берейік. Ортаға Ерлан отараңызды тамаша гитараның әуенімен, сүмбіреуімен ортаға шақырайық. Сіздерде бір қосылып, бірге ән шырқайық деген ниеттеміз. Ал келіңіздер, енді бүгінгі кеште жүргізіп жатқан мен Жанболат, әншілеріміз Ерлан бауырларымыз, енді осы кештегі өздеріңіз сыныптастарыңыз Назымбек ағамыздың атынан келіп отырмыз. Осы кісінің атынан скидкасын жасап, осы кісінің баласы мен Рауан деген жан жолдасын сол ағамыздың атынан келіп отырмыз. Скидкасын бәрін істеп берген болады. Ағамызға көп рахмет. Берекет болыңыз. Жағада тұрдың сен, жаз етіп қайдасың бұл күнде, сен іздеп арманым, сыр бойын шарладым. Сен іздеп арманым, сыр бойын шарладым. Кедеме осылай, әніміз қосылмай, аяулы таңым сен едің, көрсем
Кешікпей келем деп мен тұрмын елеңде өлмей. Жол жаққа қараймын, сен жоқсың арайлым. Кешікпей келем деп мен тұрмын елеңде өлмей. Айсыз ашық аспан, төбемізде жұлдыздар, үнсіз жымыңдасқан. Бара жатқан зымырап, байқалмайды уақыт. Бұл не деген қуаныш, бұл не деген бақыт. Бара жатқан зымырап, байқалмайды уақыт. Бұл не деген қуаныш, бұл не деген бақыт. Қош иіс гүл басады алақанда, қондырып сәулесін шашып айлар, жарасып сырласады. Ал бірге сендерге әрдайым орын бар, ақ отау төрінде қолыңдар. Ақ тілек батамыз мінеки, бақытты болыңдар, болыңдар. Сендерге әрдайым орын бар, ақ отау төрінде қолыңдар. Ақ тілек батамыз мінеки, бақытты болыңдар, болыңдар. Ақ тілек батамыз мінеки, бақытты болыңдар, болыңдар. Рахмет. Енді құрметті түлектер, олай болса бір тамаша тілекті осы тілектен кейін үзіліске шығайық деген ниеттеміз. Енді 3 тілек қана беріліпті, 4 тілекке үйлестірейік, қалған 5 тілекті екінші дастарханға қалдырайық. Енді ортаға Нұрсағила Орал деген тамаша қонақтарымыз бар екен, ортаға билеп шығайық. Сіздердің қошемет құрмет болсын. Ал кетті. Нұрсағила апайымызбен Орал ағамыз. Апай бір нәрсе дайындап жүрген, дайындалып кепті бүгін кешке. Ал рахмет. Аллаға келіңіз. Құрметті достар, бүгін айтып жатқан 45 тойымыз құтты болсын. Енді осы бағанадан айтып жатқан тілектердің бәрі қабыл болып, жаңа еліміз 50 жыл 60 жыл деп жатқан ғой, айтып жатырмын ғой, осы тілектердің қабыл болып, сол күндерге жетейік енді. Жақсылықта қуанышта келейік. Ал енді құрметті класстастар, бүгін міне бағана Қабылғазы айтып жатқан сияқты 6 ай бойы атышулы болған 40 жылдық кездесуімізде барлығымызды көруге Алла нәсіп етіп, бүгін бас қосып отырмыз. Енді Аллаға мыңда бір шүкір. Расында да осы кешті ұйымдастырып осындай деңгейге, осындай дәрежеге жету үшін көп жұмыстар жасалды. Қыздар мен жігіттер, әсіресе мына қалалықтар тамаша жұмыстар жасалды. Бұның алғы шарты былтыр басталған болатын, ауылға барып жаңағы беседка қойдан алғы шарты сол деп ойлаймын. Басы ұйымдастырудың
Одан кейін Айбаршаның туған күні болып бас қостық, соның бәрі осылай алғы шарты, бір-бірімізді көріп, кездесіп, одан кейін ары қарай жалғасып кетті. Енді мен не айтам, жаңа да айттым, енді мыңда бір шүкір Аллаға осы күнге жеткенімізге, барлықтарыңызға рахмет. Енді мына Тайнасқа тұтқасып, менікі алыстан келіп отырмын. Жаңағы арасында бірдеңемізді айтып қоямыз да, чатта, соны кейін отырамыз. Алғысым шексіз барлықтарыңызға. Дендеріңіз сау, бастарыңыз аман болсын. Енді жаңа Назира балалық шақтан барлығымызға өзі память сондай мықты екен. Жаңағы шолу жасап өтті, психологиялық шолу жасап өтті. Барлығымыздың қандай бір нелеріміз болды соның барлығына. Енді мен осы 45 жылдық кездесудің бір түйіні болсын деп, барлығымызға бір ескерткіш болып қалсын деп, барлықтарыңыздың еңбектеріңізді саралап, жаңағыдай үлкен құрметпенен бір кішкентай сый-сияпатым бар, енді арқалап көтеріп келген, соны табыстауға рұқсат етіңіздер. Мадақтама осы мақтау грамотасы мен Ақбұлақ 80 түлектерінің 45 жылдық кездесуіне орай сіңірген еңбегі үшін В класының үздік психологы, педагог ұйымдастырушысы номинациясы бойынша Толықбаева Гүлзиға марапатталады. Өзінің суретімен 80 жылғы олимпийский мишкамызбенен күнделік келешекте жазасыңдар. Содан кейін келесі тура осы текстпенен В класының Шығыстың шынары номинациясы бойынша Минязова Абылқасымова Қаламқас марапатталады. Жылы беседка құруға барғанда, по-моему, 13-14 число мая июльдің 12 по сол кезде екі туған күн болған. Мен енді жақсы білмеймін. Гүлжанат пен Мәриема. Мен почему-то Қаламқас пен июльда емес па туған күн. Қаламқас пен жаңағы Гүлжанат деп есімде қалды. Гүлжанатқа, Қаламқасқа енді очки сумкамда мынаны оқып берейін. Шығыста туған шынарлар, дара туған бір қыз бар. Төгіліп жырдың өзенін бойында туғандарым бар. Жүрек бір сенде бір ерек, ақыл бар жетектеген ой зерек. Жан бітірген жанымызға өлеңмен, қазаққа осындай алтын қыз керек. Өлім етіп өміріме атыңды бердім қызыңа, қаяу түсір тұр көңіліме, айналды ғайыптың құсына. Жамсыл керіліп бұлардың керегесі, болып жатыр үлкен бір мерекесі. Дөп келіп туған күнін құттықтаймын, Қаламқас 80-дердің берекесі. Денсаулығың зор болсын өміріңде, еш қаяу болмасыншы көңіліңде. Шарықтап самғай берші Қаламқасым, шынар боп шыққан асыл биігіңе. Рахмет! Тура осы текстпен В класының құрметті азаматы номинациясы бойынша Иісов Жанатбек марапатталады. Жаңағы тағы да сол текстпенен В класының
азаматы номинациясы бойынша Бадигул Қабылғазы марапатталады. Әбден лайық деп ойлаймын. Классының үздік химигі, үздік табиғат жанашыры номинациясы бойынша Оқасова Тютекина Назира марапатталды. Нәзік әншісі номинациясы бойынша Оразбекова Аубакирова Қарлығаш марапатталады. Классының дарынды үздік бишісі номинациясы бойынша Иманбаева Зәуре марапатталады. Ақылас 80 түлектерінің 45 жылдық кездесуіне орай сіңірген еңбегі үшін В классының есепші саудагер мақұлдаушысы кім? Жаралы Гүлнарем Батыр ана номинациясы бойынша Ахметжанова Ақмарал марапатталады. Классының үздік асаба, үздік дирижер музыканты номинациясы бойынша Байжасынова Майра марапатталады. Майра Қажы. Арқалы ақын қызы номинациясы бойынша Көбегенова Амренева Сәуле марапатталады. Қабылғазы көп еңбек сіңіріп жатқан азаматтарымызға Назымбек бар. Сонымен қатар біз қалған ұлдардың, келмей қалған ұлдарымыз бар. Осы ұлдарды көргеніміз үшін, осы кешке келгені үшін оларға да В классының құрметті азаматы номинациясы бойынша Мусин Оралбек марапатталады. Ақыны Батыр көш басшысы номинациясы бойынша Қабешева Айбаша марапатталды. Енді осы 45 жыл бойы біз мектеп бітіргеннен ауылда қалып, біздің кластың болып отырған В классының қара шаңырағы номинациясы бойынша Шойынбаева Гүлжанат марапатталды. Туған күнің арналсын саған бүгін жүрім,
құлынтайдай тебісіп бірге өскен, амансың ба рай гүлім, жан құрбым. Рай гүлім, гүлімісің жұматтың, гүлжанатым, гүлімісің жаннаттың, гүл емес ау биіктегі шынарсың, еңбегімен өміріңді жайнаттың. Балапандар қияқ ұшты самғады, осы еді ғой рай сенің арманың. Немерелер өсіп, өніп өсіп алдыңда, өміріңнің сабақтарын жалғады. Күш қайраттан айрылмай, түгіста құрбым бойыңды, денсаулығың зор болып, іске асыр барлық ойыңды деп туған күніңменен келе жатқан сенде. В классының құрметті азаматы номинациясы бойынша жаңа сіңірген еңбегі үшін Нұрғазин Назымбек марапатталады. Түлектерінің 45 жылдық кездесуіне орай сіңірген еңбегі үшін В классының дана келіні номинациясы бойынша Бадиғұлова Фарида марапатталды. Осы мақтау грамотасымен Ақбұлақ 80 түлектерінің 45 жылдық кездесуіне орай сіңірген еңбегі үшін В классының дана келіні номинациясы бойынша Қасымханова Нұрлан марапатталды. Келіндерімізде, күйеуаларымызда енді бәрі орынды деп ойлаймын, өйткені осы кездесудің жаңағы былтырдан бері қарай бірге шапқылап ауылға да барып, қаланың ішінде де барлық жерлерді бірге еңбектері сіңіп жатыр деп ойлаймын, дұрыс шығар деп ойлаймын. Осы мақтау грамотасымен Ақбұлақ 80 түлектерінің 45 жылдық кездесуіне орай сіңірген еңбегі үшін В классының дара күйеу баласы номинациясы бойынша Тютекин Арқалық марапатталды. Грамотасымен Ақбұлақ 80 түлектерінің 45 жылдық кездесуіне орай сіңірген еңбегі үшін В классының дара өнерпаз күйеу баласы номинациясы бойынша Бежекенов Жайдарбек марапатталды. Дара қолдаушы күйеу баласы номинациясы бойынша Абылқасымов Ерасыл марапатталады. Бірақ келмепті, құрметті азаматы номинациясы бойынша Карипов Қуатбек марапатталады. Енді біреулерді береді. В классының үздік ұйымдастырушы Мейірімді Мейірбике номинациясы бойынша Тлебалдина Балапан марапатталады. Қошемет соғып қойыңыздар Балапан апайымызға. Кездесуге алла барлығымызды бірдей осындай үлкен тамаша дастарханның басында осындай тамаша көңіл күйменен кездесуге алла нәсіп етсін. Барлықтарыңыздың дендеріңіз сау болсын. Алыстан келді деп қошемет көрсетіп жатқандарыңызға да көп рахмет. Амандықта, саулықта болайық. 50 жылдықта кездесуге алла нәсіп етсін. Амин. Апайымыз сізге тамаша тілегіңіз үшін осы сыныптастардың атынан көп рахмет. Апайыма қошемет соғып қойыңыздар да. Қаншама дайындық, қаншама еңбек ардақтағайын. Рахмет, рахмет, рахмет.
еңбектер бағаланып жатыр. Құрметті апай, сізге көп рахмет. Осынау қаншама суретті тауып, қаншама жазуды жазып, апайымызға көп рахмет. Енді тамаша тілекке жалғастырайық. Енді келесі тамаша бір тілек. Енді бұл кісі осы 45 жылдыққа бір 5 жыл болды дайындалып жүргеніне, құрметті қонақтар. Арнайлап тұрып, әрбірлеріңізге бір өзінің жүрегінен шыққан, жүректің тереңінен шыққан бір өзінің өлең шумақтары, біреулік емес, өзі шығарған өлеңдерін ортаға оқуға тілек, сіздерге тілек тілеуге қаламаса байымыз шақырайық. Қошемет, құрметті болсын. Сондай бір нюанстармен мен енді өзім тілегімді айтып кетейін деп тұрмын сендерге. Жаңа әрқайсымыз бір сюрприз жасап жатырмыз ғой, әркім өзіміздің шамамыздың келгенше. Енді менің өз шамамның келгенше сюрпризім жасаймын. Тілегім. Алтындай ғана асыл достарым, амансыңдар ма? Белесті желіп, бөктерлі өрлей жеттіңдер шыңға. Галстук тағып, октябряттықтан пионер өткен, сәлем берейін 6 орденді комсомолдарға. Есіңде тұрау, оқушы кезің парта тақталар, бестік алған күн, күнделік алып, үйге мақтанар. Пионер күні, комсомол күні, сбор, жарыстар, жадыңнан өшпес, қоңырау үні мәңгі сақталар. Көктемде гүлдеп, жазыңда жайдап, күзге де жеттік. Қанағат тағдыр осы күнге деп тәубәда еттік. Көпен тоқтар, Болатбек Айгүл, Әсия досты, ертемен барып, мешітке Құран еске алып өттік. 45 жылдық кездесу кеші кластастарым, 50 жылдықта тағы біріксін түгел бастарың. 2 ғасырды көрген жандарың осал емес ау, төгішсін түтін, таусылмасыншы өмір дастаның. Бұл общий. Көп баланың анасы Ақмарал қыз, 9-шыда мектепті тастапсыз сіз. 45 жыл кездесуге келіп қапсыз, кәне жолды бастаңыз, алдымен сіз. Біздің ой бойынша осылай шақырамыз деп ойлағанбыз. Өз атына заты сай Айбаршаның, қарсы алыңыз тік тұрып қолдап бәрің. Аялаған жан-жары алақанда, ұстаз қызы жасайды жайдың бәрін. Орындарынан тұр қойыңдар, шаттарың арталған сары алтындай, сары алтын. Балапан келген. Сары алтындай сап-сары балапаным жанын, аты титтей болса да бойы ұзын, кәнеки келе қойшы бері жаным. Балапан, көңілі кең даладай гүлбарымның, тек курорттық билеттер қолға алғаны. Демалыстан жеттің бе аман есен, немереден шөбере сүю біраз қалды. Аңқылдаған ақ көңіл гүл жанаттың, ақ бұлақтың ең соңғы ұшқысы едің. Қыз мүсінді бүлеке кел қайдасың. Жет өнердің иесі Жанатбекті, 6-7 немере ерте кепті. Бақытты бала сен ғана ортаңызда, ата-анасы бұйырса 90-ға жетті. Мың бұралған бейшіміз зәуре қызды, ақ жарқын спортсмен жылы сөзді. Жігіттер, бір қошемет жасаймыз ау, сақталған құлын мүші әсем қызды. Зәуре қаным ортамызда кәсіпкер Қабылғазы, тыным көрмес ұдайы қысы жазы. Кездесуге белсенді үлес қосқан қос қызыңның тілейміз жансын бағы. Өзі дүлкен, сөзі дүлкен гүлзиғаны,
тыңдайды вышкалардың тегі бәрі. Мың рахмет айтады құрбыларың. Болмасаң сен бұл кездесу не болары? 45 жыл біз көрдік Қуатбекті, бұл көгің мен ешқайда қоспа депті. Желкесінен суырып бүлекеміз, болмайды деп мешітке әкелді, ал мына жерден тағы да қашып кетті. Тоса көруге әсем құстың қанатындай қарлығашты, тоса көруге ұйқы қашты. Неге сонша жоғалдың бейші қыз-ау, бала-шағаң аман ба, бетіңді ашшы. Қара домбыра қазақтың киесіндей, сол киенің майра қыз иесіндей. Ортамызда музыкант педагогты, бәрің достар бір кісідей білесіздер. Молда баласы үндемес Назымбекті, қазіргінің полицейі мықты депті. Қошаметтеп ортаға шақырайық, кездесу деп тапаншасыз өзгертті. Ортамызда ерекше жан басқа адам, тәспиғы намазы аузында Аллам. Зейнетіне шықса да бейнеті көп, ұстаздық жолын әлі тастамаған Нәзира ханым. Алтын құрсақ анамыз Нұрсағила, кластас пен дос үшін жаны пида. Ту алыстан жетіпті құстай ұшып, учебные вышкалардың келшімында. Жер жылжыса жылжымас маңғаз жігіт, көп қарайтын қыздарға көзін сүзіп, Орал досты ортаға шақырайық, билеп шықшынсы болсын қызы. Әрі әнші, әрі ақын тігініш өзі, мірдің оғы дерсің-ау айтқан сөзі. Сені қойып ақ тауықты билететін суретші қыз осында ма, келдім өзі, сәукетай. Ал құрбылар бәріміз түгінделдік, тағдыр сынға салса да түңілмедік. Енді тойды бастайық сәтін салса, асабаның өзіне жолды беріп. Қыздырған жырдың көрігін, мәндеткен баянды өмірін. Қарсы алайық достар, құрметпен классымыздың комсорогын. Ай, тамаша. Да, апайымыздың өз жазған әнді өзіне және сөр апайымыз оқып берді. Көкіріммен қаламбас апайымызды бір қошемет соғып қойыңызға. Өзгенің емес, өзінің жүрегінен шыққан тамаша өлең шумақтарын сіздерге арнап жатыр. Көп рахмет еді және тамаша тілекке жалғастырып, осы тамаша тілекті барлығымыз алып қояйық, көтеріп қояйық ардақты. Ал, көтеріп қойыңыздар. Уақытың мен күш жігерің даямай, бұны соңында айтам деген просто видео көріп кетіп қалап солай жошып тұрмын. Уақытың менен күш жігерің даямай, табаныңнан тоздың, жаяулы таксиге қарамай. Сенің тойыңда құстай ұшайық біздер де, бұйырса бойжеткен орнын табар аянаң. Аңсаған тұлпар алалдан ертең бұйырсын, таксимен емес жанармай саған құйылсын. Қызғалдағының көре бер жаным қызығын, тек басымыз жиын тойларда жиылсын. Балапанға рахмет. Братан, бірақ сөзбен құлатқан, өзіңсіз қалдық байланып, жылжи алмай бір аттап. Указыңның ұшымен зыр жүгіріп ұшыбек, өтті де кетті қызық той бірлестіктің күшімен. Намысымызды бермедік, разымыз өрледік, берекеміз кетпесін, еш жамандап
Қошемет, мың бұралы, билеген қыздар бейнелі. Рахмет. Негізі, ана жерде майра апайымыз бар, қаламқас апайымыз бар, өздеріңізді жүргізе берекесіздер ғой негізі. Қошемет соғып қойыңыздаршы. Тамаша дайындық, тамаша көрініс, көп рахмет. Енді Құдай жасайық, енді баламыз кеткенше бір кішкене бір 10-20 минут кішкене созу керек болып тұр енді ардақтар. Одан үзіліске шығайық, барлығы кішкене видеоға түссін, қалған антрактан кейін телефонға түсіре береміз өзімізге. Мен де түсіре беремін бізге. Қазір бір енді қаладан әнші бишілеріміз келіп жатыр екен, енді кезекті берейік. Енді маған ортаға бір биге жақын, бір шустрый 3 ер адам керек маған. Ал, сөз. Жастар едің, бір дәу